Assalamu alaikum құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Алдыңғы видеода сиыр дизентериясын ең оңай, ең қарапайым әрі өнімді жолмен қалай емдеу туралы видео салдым. Ал бүгінгі видеомыз сиыр дизентериясына ұқсап кететін жуанішек таяқшасы, салмон таяқшасы, вирустық және шаршақұрттың әсерінен болған ішетуден сиыр дизентериясын қалай парықтаймыз, осы туралы болмақ. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар. Бірінші, жуанішек таяқша бактериясы тудыратын ішетуден парықтау. Бұл індетке шалдықтырғыш жуанішек таяқшасының әсерінен болатын шұғыл жұғымтал індет. Оның клиникалық ерекшелігі іші ақ күл реңді болып өтеді. Бұзаудың ақ тышқағы делінеді, немесе шұғыл шірікқан індетінің белгісі болады. Бұл індет біршама көп кездеседі, әдетте вирустық ішетумен бірге пайда болады. Бұл індет негізінен уыз ембеген бір апталық бұзауларда көп пайда болады. Ал сиыр дизентериясы үлкен сиырларда, сонымен қатар тезегі қара қоңыр, қан аралас болады. Екінші, сиыр сальмонеллез індетінен парықтау. Бұл індетте бұзау қызып іші өтеді, тезегі қан аралас, сасық болады. Асқазан ішек кілегей қабығы мен сірне қабығында қанау теңбілі болады. Індет қоздырғышы сальмон таяқшасы. Үшінші, сиырдың шаршақұрт індетінен парықтау. Мұның басты белгісі сасық қан тышқақтайды. Тігішек кілегей қабығы қанайды және жарақаттанады. Ішек кілегей қабығы мен тезегінен баспа мазок әйнек қатырып микроскоппен тексергенде шаршақұрт тұқымдарын көруге болады. Ал сиыр дизентериясы болса, күз бен көктемде пайда болатын ішек жолының шұғыл сипатты жұғымтал індеті. Жоғарғы індеттерге қарағанда таралуы тез болады. Мінекей құрметті көрермендер, сіздер сиыр дизентериясына ұқсап кететін басқа да аурулардан сиыр дизентериясын қалай парықтауды азда болса білдіңіздер деп ойлаймын. Келесі видеода жоғарыдағы айтылған індеттермен қалай күресіп, қалай алдын алып, қалай өнімді жолмен емдеу туралы тамаша видеомен бөлісетін боламын. Арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қолдап қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.